Бүкіл саналы ғұмыры шет жерде өткен мен туған елін ешқашан естен шығармаған, туған елінің өркендеуіне әрдайым тілекші болған азамат, қазақтың алғашқы скрипкашысы Әлімалмат 2018 жылдың 1 ақпанында Стамбул қаласында көз жұмды. Ол 101 жасында дүниеден озды. Әлімалмат Ғалымжан Әбсәләмов 1917 жылы сәуірде шежірелі Ырғыз топырағында дүниеге келген. Ол атақты сардар Алмат Тобабергенұлының шөбересі, жастық шағы атасы Төремұрат Алматұлының жайлауында қазіргі Әйтеке би ауданының Аққұм ауылында өткен. Скрипкашы Әлімалматтың ғасырлық өмірбаянына көз жүгіртсек, оның азан шақырып қойған есімі Ғалымжан, әкесінің аты Әбсәләм, атасы Төремұрат. 3 жасында әкесінен ерте қалған Ғалымжанды атасы Төремұрат тәрбиелейді. Оның нағашы жағы да осал болмаған. Әжесі сол уақыттағы Қара деген аса дәулетті адамның ауылынан екен. Әлімалматты оқытқан нағашы ағасы Темірбек Жүргенов осы Қара әулетінен. Әлімалматты жетектеген Файзолла ағасы 1931 жылы Байболыстың балаларын түбінде оқудан шығарады деп Шалқар арқылы пойызбен Шымкентке келіп, сол кезде Өзбекстанның наркомпросын басқаратын Темірбек Жүргеновке жолығады. Ол Ғалымжанның мамандық таңдаудағы алғашқы екпінін сейілтіп, оны өнер, музыка әлеміне қарай бейімдейді. Осылайша Әлімалматтың бойындағы таланты, музыкалық қабілеті алғаш рет Ташкентке оқуға келген кезде ашылады. Осы қаладағы Темірбек Жүргеновтың оқу-ағартушылық кезеңінің 1933-1937 жылдардағы алматылық кезеңінде республиканың сол кездегі басшысы оны Қазақ ССР-ның халық ағарту комиссары қызметіне шақырады. Жаңа қызметке келгеннен кейін Темірбек Жүргенов Ғалымжанға Ташкенттен Алматыға ауысатынын жеткізеді. Сөйтіп ол Алматыдағы музыка техникумының скрипка класында оқиды. Ахмет Жұбанов музыка тарихынан сабақ берген. Ғанбер Медетов деген күйшімен өзінің Абыл ағайы есінде, көпшілігінің ат есімдерін ұмытып қалған. Әлімалмат 1937 жылы қуғын сүргін кезінде Темірбек Жүргенов Ұзақбай Құлымбетовтермен туыстық байланысы бар деген жүлеумен оқудан қудаланып, біраз қиындықтарға душар болады. Соған қарамастан 1939 жылы Алматыдағы музыка техникумда скрипкашы мамандығы бойынша бітіре салысымен скрипкасын құшақтап әскерге аттанады. Алайда әскери борышын өтеу мерзімі аяқталған 1941 жылдың маусымында соғыс басталып кетеді де, ол еш дайындықсыз бір аптадай шайқасқа қатысады. Көп ұзамай Польшамен шекаралас Брест-Литовскіде тұтқынға түседі. Лагердегі адам төзгісіз қиындықтарды бастан кешірген Әлімалмат скрипкада ойнау шеберлігімен алман офицерлердің көзіне түседі. Үздіксіз дайындықтар жасайды. Сазда әуенді жанына медет тұтады. Сөйтіп табандылығы мен тынымсыз еңбек қорлығының арқасында 1943 жылы Түркістан легионы арқылы Берлин консерваториясына оқуға жіберіледі. Осы кезден бастап оның екінші өмірі басталады. Германияда отансыз, босқын атанса да, оған жаңа төлқұжат беріледі. Берлин қаласы бомбыланған кезде де оқуын Венада жалғастыруға мүмкіндік алады. Соғыстан кейінгі жылдары, яғни 1947 жылы Мұстафа Шоқайдың әйелі Мария Шоқайға өтініш хат жазады. Сол арқылы Рахманиев атындағы Париж консерваториясына ауысады. Оқуын бітіре салысымен Мария Шоқайдың ақыл кеңесімен Түркияға қоныс аударып, Стамбул қаласында тұрақтайды. Мария Шоқаймен табаны күректей 8 жыл бойы үздіксіз қаталысып тұрады. 1952 жылы Қырым татарының қызы Еділмен бас қосып, 2 жылдан соң төре есімді ұлды болады. 1960 жылдардың ортасында елі Еділмен баласы Төрені Шөл қаласындағы қарттар үйінде тұратын Мария Шоқайға ертіп апарады. 1962 жылы жұбайын ертіп Мария Яковлевнаға жолығып, ол кісімен бірге Берлиндегі Мұстафа Шоқайдың басына барып қайтады. Кейіннен ел ардақтысының басына қойылатын ескерткішке қаржылай көмек береді. 53 жыл отасқан әйелі Еділ Әлім 2005 жылы дүниеден озды. Стамбулда 25 жыл қызмет жасап, 1975 жылы зейнетке шыққан Әлімалмат Қазақстандағы туысқандары Роман, Шамил, Рахиолдармен үнемі хабарласып, қатынасып тұрды. Мария Яковлевнаның қайтыс болар алдында айтқан Қазақстанға, Түркістанға Мұстафа Шоқай туралы бар шындықты айтып бар деген аманатын орындап, Әлімалмат Ырғыздағы музей қызметкеріне бар шындықты қалдықсыз жеткізеді. Кейін Мұстафа Шоқайдың машинкасын, қаламы мен сия сауытын, Яш Түркістан редакциясының үш мөрін, Мария Яковлевнаның өзіне жазған хаттарын және бірқатар фотосуреттерді қазақ еліне жеткізді. 60 жылдан соң кіндік қаны тамған Ырғыздағы туыстарым Рахим Мақановтың отбасында бір апта болып, жергілікті музейден Ұзақбай, Телжан, Темірбек ағалардың жарқын бейнелерін көріп, ол кісілермен қайта қауышқандай қатты толқыныстан көзіне жас алады. Әсіресе Темірбек Жүргеновтың «Ғалымжан, сен скрипканың оқуын оқисың» деген дауысы құлағында қайта жаңғырғандай күй кешкен Ардаул сонда «Менің тірі қалғаным, менің тірі жүргенім Темірбек ағайдың арқасы» деп еді.